Сәлеметсіңдер ме балалар, сабаққа қош келдіңдер. Смайлс 4-ші сыныптың People's Book'тың 68-69 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Каналыма тіркелмесең, подписация басып, тіркелуді ұмытпа. Келесі сабақтарды өткізіп алмас үшін. Сабақтың тақырыбы Hot and Cold. Жаңа бөлім ыстық және суық деген атты тақырыпта. Did you know the fastest wind speed ever recorded was on Barrow Island, Australia? It was 408 kilometers an hour. Сен білесің бе, желдің ең жылдамдығы Австралияның Барроу аралығында тіркелген. Ол сағатына 408 шақырым болады. Exercise 1. Look at the picture, answer the questions. 68-ші беттегі суретке қараймыз және сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. What season is it? Бұл қай жыл мезгілі? It is winter. Бұл қыс. What's the weather like? Ауа райы қандай? It is cold and snowy. Күн суық және қарлы. What clothes are they wearing? Олар қандай киім киген? They are wearing helmets, coats and gloves. Олар дулыға, куртка және қолғаптар киген. What holidays are there in this season? Бұл жыл мезгілінде қандай мерекелер бар? In this season are Christmas and the New Year holidays. Бұл жыл мезгілінде Christmas және жаңа жыл мерекелері бар. Exercise 2. Listen, point and repeat. Тыңда, көрсет және қайтала. It's snowing. It's snowing. It's cloudy. It's cloudy. It's sunny. It's sunny. It's windy. It's windy. It's raining. It's raining. It's hot. It's hot. It's foggy. It's foggy. It's cold. It's cold. It's snowing. It's cloudy. It's sunny. It's windy. It's cold. It's foggy. It's hot. It's raining. It's snowing, қарлы. It's cloudy, суық. It's foggy, тұманды. It's cold, суық. It's sunny, шуақты. It's hot, ыстық. It's windy, желді. It's raining, жаңбырлы. Қарап тұрсаңдар, мына тұрған сөздерді суреттерге қарап-ақ аудармасын біліп алуға болады екен, я балалар? Келесі тапсырмамыз 3-ші тапсырма. Exercise 3. Read and match, then say. Оқы, сәйкестендір, одан кейін айт. A summer activity жаздағы іс әрекеттер, a winter қыстағы іс әрекеттер. Сол 6 сөзді осы 2 столбикке толтырып жазуымыз қажет екен. A summer activity, swimming, camping, surfing. Жазды кезде біз суға түсеміз, жаңағындай палатка құрып тауға шығасыңдар, және де surfing, суға түсіп surfing ойнайсыңдар. Ал қыстың күні скейінг сырғанайсыңдар, скейтинг шаңғы тебесінде және сноубординг.
Келесісі, swimming is usually a summer activity, but skiing is a winter activity. Дегенде мысалдар келтіруіміз қажет екен. Мысалы, surfing is usually a summer activity, but snowboarding is a winter activity деп мысалдар келтіресіңдер. Let's play. Ойын ойнайық. What am I doing? Мен не істеп жатырмын деп суретке салып, соны көрсетіп тұр. You're swimming, it's summer. Сен жүзіп жүрсің, ол жаз мезгілінде деп қыз жауап беріп тұр екен. Осылай өздерің сурет салып, соны өзінің досыңа мен не істеп жүрмін деп сұрақ қойып ойнасаңдар болады екен. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.